Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Қазақстан тарихы арнасы. Бүгін біздер Тәуке хан тұсында қабылданған қазақ халқының дәстүрлі әдет-ғұрып заңдарының жинағы жеті жарғы туралы айтатын боламыз. Ал ендеше видеоны көп соза бермей бастаймыз. 17 ғасырда қазақ хандығының ыдырау қаупінің тууына байланысты Тәуке хан елдің ауыз бірлігін арттыратын шаралар қарастырып, хандық билікті нығайтуға күш салды. Қазақ қоғамының дамуы мықты билік пен бірлікті қамтамасыз ете алатын жаңа заңдар жүйесін қажет етті. Осы ретте Тәуке хан бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі әдет-ғұрып заңдары мен өзінен бұрынғы хандары тұсында Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын одан әрі жетілдіруді жаңа заң жүйесін жасауға тырысты. Үш жүздің игі жақсылары мен билерін, оның ішінде атақты Төле би, Қазбек би, Әйтеке билер бар. Күлтөбенің басында Тәуке ханның жеті жарғысы деген атауға ие болған заңдар жинағы қабылданады. Жаңа заң жүйесі қазақ халқына өте пайдалы болды. Өмірлік мәселелерді барлық жағынан қамтитын болды. Жеті жарғыда қылмыстық іс құқық нормалары үлкен орын бөлген. Қылмыс ретіне кісі өлтіру, мертіктіру, әйелді зорлау, соққыға жығу, қорлық, ұрлық және тағы да басқа көптеген заң бұзушылықтар жатқан. Кінәлілер жасалған қылмыс деңгейіне сай әр түрлі жазаға кесілген. Бұл жинақта қанға қан заңы сақталады. Бірақ билер сотының екі жақ келісуі бойынша жазаны құн төлеумен алмастыруға мүмкіншілігі болған. Құн төлеу төрт жағдайда рәсімделген. Олар: егер әйелі күйеуін өлтірсе және күйеуінің туыстары оны кешірмеген жағдайда, егер әйел некесіз туған баласын өлтірген жағдайда, жұбайлар арасындағы көзге шөп салушылық дәлелденген жағдайда және Құдайға тіл тигізген анықталған жағдайда өлім жазасының екі түрі болған: дарға асу және тас лақтыру әрекеттерін қолдану болды. Жеті жарғы негізінен қазаққа көп пайдасын тигізді. Себебі жеті жарғыда барлығы әділ болды және жеті жарғының заңдарын халық пен хандар бірігіп бір шешімге келетін еді. Ал енді сол жеті жарғының әрқайсысына бір-бірлеп тоқталып шықсақ. Бірінші жарғы: көтеріліс жасап бүлік шығарған кісілер өлім жазасы бұйырылсын. Бұл жарғы мемлекеттің бүтіндігін талабынан туды. Екінші жарғыны айта кетсек: түркі халқының мүддесін сатып елге опасыздық еткендер өлім жазасына бұйырылсын. Бұл жарғы халықтың ортақ мүддесі, елдің бүтіндігін қорғаған бір тұтастық қоғамдық сананың жемісі болып табылады. Үшінші жарғыны айта кетсек: мемлекет ішінде жазықсыз кісі өлтірген өлім жазасына бұйырылсын. Бұл жарғыда жабайылықтың төменгі сатысына тән кісі өлтірушілікке тыйым салған және мәдениеттіліктің белгісі ретінде танылуға тиіс өте елеулі жаңалық. Төртінші жарғы: өзге біреудің әйелімен зинеқорлық жасап ақ некені бұзушыларға өлім жазасынан бұйырылсын. Бұл жарғыда шаңырақтың бірлігін қамтамасыз еткен, неке парызына адалдықты талап еткен маңызы зор жаңалық. Бесінші жарғы: өреде тұрған, тұсаулы жүрген сәйгүлік атты ұрлаған кісіге өлім жазасы бұйырылсын. Ол кезде ер қанат ат елдің мемлекеттік соғыс күші ретінде бағаланады. Келесі, алтыншы жарғы: төбелесте мертігудің түріне қарай төмендегіше мүліктей құн төлесін. Біреудің көзін шығарған кісі айыпқа қызын береді, ал қызы жоқ болса қыздың қалың малын береді. Төрт мүшенің бірін мерткен кісі айыпқа ат береді. Енді соңғы, жетінші жарғыға да келіп жеттік. Ұрланған жылқы, өзге де құнды мүлік үшін
10 есе артық айып төлеттірсін. Осымен жеті жарғының барлығын айтып болдық. Енді жеті жарғыны қазақ халқы көп уақыт бойы қолданылып келді, ал кейбір заңдар қазан төңкерісіне дейін қолданылды. Сонымен бірге жеті жарғының өз кезінде қағазға түсірілмеген де белгілі. Достар, осымен біздің видеомыз да аяқталып қалды. Сіздерге жеті жарғы туралы жақсы мәлімет бере алдым ба? Не білдіңіз, не ұқтыңыз? Соны комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Қазақстан тарихы арнасы. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар.